2012 жылы біз 5 жігіт Алиасқар бітіріп келдік, осы Алматыға келдік. Сөзі 5 ұстазды қаладағы мешіттерге бізге практикаға бізді бөліп тастады. Мен Таугүлдегі мешітке түстім. Резебектегі ұстаз орталық мешітте болды, Асқар деген досым неде орбитада болды, тағы біреу Тастақта болды ма, Ақсайда болды ма, 5 жігіт сол 5 мешітте практикада болдық 2012 жылы. Алиасқардан келген жыл. Қазір Рамазанның алдында келдік біздер. Сол Таугүл деген мешітте сол жерде жатам, астында бөлме бар еді. Күні бойы сол жерде сабақ беремін кісілерге. 5-нен кейін уағыз айтам. Асырдан кейін күніге сабақ, ақшамға дейін ақида, хадис, фиқ, түрлі сабақтар қойып тастағанбыз. Сол жерде бір Азамат деген жігіт жүрді бізде. Өзі орысшалау жігіт. Сол қаланың баласы көрініп тұр. Бірақ қазақшаның өзін дұрыс түсінбейді, дұрыс сөйлей алмайды. Бірақ жаңа жігіт, атын кім сен? Ержан сияқты осындай жерде отырады менде, әрдайым алдымда. Мен сабақ бастадым дегенше алдымда постоянно Азаматты көретінмін мен. Кейін бір күн сол жерде жүрген найыптардан сұрадым, мына Азамат деген кім дедім ғой. Не болды ұстаз дейді? Өйткені Азаматқа мен таң қалғаным, енді ана қазақшаны дұрыс түсінбеген жігіт, бала жаңағы, әлі мектепте оқып жүрген кезде, 10-да ма 11-де ме оқиды бала. Ана менің айтқан уағызымды, дәрістерін бәрін түсінбеген жерін жаза береді екен. Дәл сол қалпында. Артынан кейін менен сұрайды. Ұстаз, мынау дәрет деп айттыңыз жаңа фиқта. Дәрет деген не болды дейді. Мына жерде дәретті бұзатын бірдеңеден айттыңыз, ол не нәрсе ол? Деп сол түсінбеген терминдер жазып қояды екен де, артынан кейін менен сұрайтын. Кейін мен оған отырып 10 минут, 15 минут отырып түсіндіретім. Азамат, дәрет деген мынандай нәрсе. Бұл парыз, оның осындай деген жолдары бар. Солай ма деп. Сонымен сөйле найып тұрған сөйледім, Азамат деген кім жалпы мынау? Мына қазақша түсінбесе де, бірақ баланың ықыласын көріп мен өзім таңғалдым дедім да. Сөйтсем сөйледегі найып имамдардың айтқаны, ол жігітте жетім бала екен, анасы жесір екен. Мынау айтқандай. Ғұмайса анамыз секілді баласының жанындағы достарынан қауіптеніп, баласын жетектеп әкеп сөйледегі имамға тапсырған. Ол кезде өзінің бас имамы Орынбасар деген имам еді. Қазір ол кісі мынау шаңырақта имам қазір, Орынбасар аға. Сол Орынбасар Қажекенге тапсырыпты баласын. Аға, имам екенсіз, өтініш, мен балама әкелік тәрбиесін бере алмаймын. Балама мен қадағалап отырайын, мектепте сабақтан шыққаннан кейін тез үйден сөмкесін алып қаламын да, тамағын берейін, сізге жіберейін. Сіз күтіп алыңыз да баламды. Соны тәрбиелеңіздерші баланы. Адам қалай болу керек жалпы? Имамсыз ғой енді деп, анасы солай деп айтқаннан кейін, имамдар, ой, алып келіңіз балаңызды деп, сөйтіп алып қалған бала екен. Содан көп ұзамай мен келген Мысырдан, Азамат сол бала екен. Енді баланың ықылас ниетіне мен өзім таң қалдым. Өзі түсінбейді қазақша. Бірақ сабақты жібермейді. Жазады, сұрайды, сұрақ көп өтелді. Анан келіп бір сұрайды, мынаны келіп сұрайды. Дәптерін қараса, мен ана басында күліп, мен таң қалдым. Азамат, неге мама жаза бергесін? Ұстаз, ренжімеңіз, түсінбегенге жазып қой. Мен бірден түсіндім. Сонымен сөйде бір ай жүрдім. Кейін орталыққа мен ауысып кеттім ар жаққа. Жаңа жігіт артынан орталыққа келіп тұратын маған. Ұстаз, қалыңыз қалай? Сабақтан кейде папкасымен келетін. Өзі 11 сыныпта оқып жүрді кейін бір күн келіпті маған. Ұстаз, мектепті бітірдім. Жақсы немен бітіріп шықты бала. Қызылмен бітірді мектепті. Мамасы қуанып, оның мамасы қуанғаны бәріміз қуандық ана жерде. Кейде Азамат айтады, ұстаз, мен де сіз секілді ұстаз болуым керек, айтыңызшы, не істеуім керек дейді. Енді біреудің жалғыз баласы, әкесі де жоқ, үйдің үлкені, өзінің қарындасын көп айтатын. Мен Азамат, саған айтарым, егер үйде тағы басқа ағаң ба, әкең ба болғанда, мен айтатым, сен оқуға жіберетін сыртқа, шетелге. Бірақ енді сен көрдің бе, анаң қазір саған өте мұқтаж мына жерде. Сен енді сабыр ет, біз осында келдік. Кез келген уақытта келе бере алдым ба? Мен саған көмектесем, кез келген мәселеде. Деп солай уағыз айтып, кішкене басып жіберетін баланы. Содан мен 2013-те Жезқазғанға ауысып кеттім. Кейін сояқта жүрген кезде, осы сияқты ағаларым, имамдар менімен хабарласты. Азаматтың анасымен сөйлестік, анасының өзі қатты ықылас білдіріп тұр, баламды шетелге жіберемін. Өйткені баламның жатса түрше ойлайтыны Алиасқар университетте естіп алған мына бала. Ұстаздан соны көріпті, соны өтініш мен баламды қалай оқуға жіберсем болады деп. Енді ана өзі жесір әйел адам, өзі ана нелерден жұмыс істеп, почта жұмыс істейді екен анасы. Соны имамдарды соны дұрыс қабылдап, әйтеуір спонсорды ұйымдастырып, билетін ұйымдастырып қойыпты. Кейін маған шықты. Ұстаз, ана баламызды қалай жіберсек болады Мысырға? Сіз енді сол жағын көмектесіңізші өтініш деп. Кейін Мысырда оқып жүрген шәкірттерге соларға шығып, соның бәрін, жолдарын бәрін үйретіп, қалай жіберу керек екенін
Сол бала қазір биыл Алиасқар университетінің 3-ші курсында оқып жатыр бала. Мен өзім ойлаған жоқпын, Азаматты Алиасқарда оқып кетеді ана бала деп. Құдайдың құдіреті, өз орысша бала, қазақшаны дұрыс түсінбейтін бала еді. Қазір қарап отырсам, субханалла, енді жаңа жігіт керемет білімді қазір. Орысшасы да мықты, енді қазақшасы да мықты, арабшасы да мықты маман. Алла қаласа келесі жыл бітіріп келеді ол бала. Мүмкін Алла қаласа осы жерге шақырып бір Қажекеңмен ақылдасып, осы айтқаныма бір көрсетейін сіздерге сол баланы. Көздеріңізбен көресіздер Алла қаласа.